Қайырлы күн, құрметті каналымның тыңдармандары. Бүгін сіздерге эссе жазудың екінші сабағын ұсынамын. Бұл видеомда сіздерге кіріспе бөлімнің үшінші сөйлемі өзектілік туралы айтатын боламын. Өзектіліктің кіріспеде алатын орны ерекше. Кешегі бірінші сабақта айтып өткенімдей, кіріспе бөлім тақырыпты ашу сөйлемдері, өзектілік, тезис, қорытындылаушы сөйлемдерден тұрады. Жалпы тақырыптың өзектілігін көрсету үшін неге мән беруіміз қажет? Қалай анықтаймыз? Бұл тақырыптың қоғамдағы маңызы қандай? Деген сұрақтарды бүгінгі сабақта бірге анықтайтын боламыз. Негізінен өзектілікті жазу кезінде өте үлкен мән беру керек нәрселер бар. Бір ғана сөйлемде тақырыптың өзектілігін ашу үшін үлкен шеберлік қажет болады. Өзектілік кешегі сабақта түсіндірген тақырыпты ашу сөйлемдерімізбен тығыз байланысты болуы керек. Жалпы әр жазған сөйлемдеріміз өзара байланыста, бір-бірін толықтырып, бір сөйлемнің келесі сөйлемге сілтеме жасап, өзара жымдасып тұрса, онда эссеміз талапқа сай жазылған болып саналады. Тақырыпты ашу сөйлемдеріміз секілді өзектілік те эссеміздің сөз санына байланысты жазылады. Егер сөйлеміміз 200-250 сөз болса, өзектілікке бір сөйлем жазсақ жеткілікті болады. Ал егер эссеміз 250 сөзден жоғары болса, онда сөз санына сәйкес өзектілікке арналған сөйлемімізді де көбейтеміз. 2 сөйлем, одан көп болса 3 сөйлеммен беруімізге болады. Өзектілікті жазған кезде еске сақтайтын маңызды нәрсе бар. Жазған сөйлемімізде тақырыптың маңыздылығы, өзекті, маңызды сөздерін қолданбай-ақ көрініп тұруы тиіс. Оқырман сіздің шебер берген сөйлеміңіз арқылы бұл тақырыптың не үшін өзекті екенін айтпай-ақ түсінуі қажет. Егер ол сөздерді қолданбасақ, қалай береміз деп ойлап отырсыз ба? Бұл мәнді үстейтін өзге сөздерді қолданамыз. Алдыңғы сабақта бастап жазған эссеміздің өзектілігін жазып көрсетейін. Егер сіздер сабақты қалдырмай қарап келе жатсаңыздар, білесіздер, алдыңғы сабақта біздер күй өнері туралы эссе жазып бастадық. Күй киеліде құдіретті өнер ме, сондай тақырыпта болуға қажет. Жалпы бұл эссенің алдыңғы 2 тақырыпты ашу сөйлемін жазып қойған болатынбыз. Енді бүгін сіздерге осы сөйлемнің өзектілігін жазып көрсетемін. Күй өнері арқылы қазақ халқының болмысы ашыла түседі. Бұл біздің тақырыбымыздың өзектілігі. Енді бұл сөйлемнің қалай өзектілік болып тұрғанын айтайық. Сөйлемге назар аударып оқысақ, тақырыпқа арқау болып тұр. Қазақ халқы үшін күй өнерінің маңыздылығы беріліп тұр. Байқасақ, өзектілікті берген бір ғана жай сөйлемге өзекті, маңызды деген сөзді қолданбай-ақ маңыздылығын ұғындыратын мағынаны үстетіп тұрмын. Сіздерде де дәл осы секілді жай сөйлем құрылуы керек. Бұл жерде естеріңізде болсын, эссе жазғанда ойымызды жинақы етіп, жай сөйлемдермен беруге үйренуіміз керек. Шұбалыңқы, құрмалас сөйлемдерден алшақ болғанымыз дұрыс. Және жазған сөйлеміміз алғашқы 2 сөйлеммен тығыз байланыста болғанын қадағалаймыз. Эссеге басты қойылатын талаптың бірі де осы. Ойдың жинақылығы, жазар сөзімізді жай сөйлемге сыйдырып үйренгеніміз дұрыс. Бұл әрине эссе жазып бастаған кезде өте қиынға соғады. Себебі мен өзім 2 жыл бұрын эссе жазып дағдыланбастан бұрын дәл осы қиындыққа тап болдым. Шындығында ойды жинақтау, ойды жүйелеу, жай сөйлемге сыйдыру енді эссеге келген адамға ең қиын нәрсе болып көрінетіні анық. Дегенмен жазу барысында бұл қиындықты да еңсеруге болады.
Бүгінгі таңда тек білім жүйесінде ғана емес, кез келген салада басты талап эссе жазу болып тұр. Оны баршамыз да білеміз. Сондықтан қазір әр пән мұғалімдері де, оқушылары да эссе жаза білуге талпынып жатыр, үйреніп жатыр. Қазіргі біздің жалпы білім жүйесінде эссе жазу түбегейлі енді десек болады. Сондықтан біздер әсіресе мұғалімдер өзіміз үйренерде немесе оқушыларға үйретпес бұрын түрлі әдіс тәсілдерге салып көруімізге болады. Мысалы, дәл осы өзектілікті жазу ең басында бірден қиынға соғатыны анық. Сол үшін бұл өзектілікті түрлі жол арқылы тиімді үйретуге болады. Бұған сабақта қолданатын тиімді әдіс тәсілдерді ала беруімізге болады. Бірінші жолына мен тақырыптағы кілт сөздерді алдым. Оқушыға кілт сөзді анықтатқаннан кейін солар арқылы сұрақ қойдырып немесе өз пікірлерін айтқызу арқылы бұл тақырыптың қоғамдағы рөлін аштырып алуымызға болады. Екінші жолы тілші немесе кезбе тілші деп те айтамыз. Бұл әдіс арқылы сұрақ қойғыза отырып анықтата аламыз. Маңызы қандай, ел үшін қандай пайдасы бар, болашаққа қосар үлесі қандай, жастарға берер тәрбиесі қандай деген сұрақтарды, қарапайым сұрақтарды тақырыпқа қарай икемдеп алып оқушыға қоя береміз. Және бір тиімдісі, жұптық жұмыс кезінде өзектілікті анықтатудың өте жеңіл анықтайды балалар. Жұптық жұмыс арқылы жасауға болады. Достар, бүгінгі менің айтқан ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар және эссе жазып үйренемін деген жандарға видеоларды таратуға көмектессеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.